Дүние жүзінде жыл сайын 12 миллионнан астам адам инсульт алады екен. Бүгінде әлемде инсульт алғандардың жалпы саны 101 миллионнан асады. Салдарынан 6,5 миллион адам көз жұмады. Өз елімізде де бұл көрсеткіш өте жоғары. Сол себепті елде инсульт мектебін қалыптастыру өте маңызды. Отандық дәрігерлер жақында шетелдік ғалымдардың дәрісін тыңдап, тәжірибелік мүмкіндіктерімен танысу үшін ғылыми практикалық конференцияға жиналды. Мұндағы мақсат саланың елдегі жай-күйін зерттеп, мәселенің шешілу жолдарын анықтау. Жалпы бұның мақсаты инсульт мектебін қалыптастыру, инсульттың алдын алу, инсультті емдеудің жаңа тәсілдерін енгізу және инсульттан кейінгі бастапқы реабилитация және кейінгі реабилитациялардың жаңа протоколдарын біздің еліміздің тәжірибесіне енгізу. 50-ден артық қатысушы қатысып отыр, оның 150-і осы жерде біздің конференциялда, қалғандары онлайн форматта қатысып отыр. Біздің елімізде қазір жылына 40 мыңнан астам инсульт тіркелінеді. Елімізде қазір 81-дей инсульт орталығы жұмыс істейді. Бұл конференцияға қазір экспертный класс дейміз ғой. Сондай дәрігерлер келді. Ресейден келді, Украинадан келді, Германиядан келіп тұр, Италиядан келіп тұр. Ол бізде мастер-класс болады. Мастер-класста клинический кейс дейміз. Олар науқастардың қандай симптомы болады, қандай оларға операция жасау керек, соны өткіземіз.